Сәлем достар, бұл Бесена Рус каналы. Біз бүгін жалпы орыс тілін жылдам әрі сапалы үйренудің 10 тәсілін анықтаймыз. Ол үшін ең алдымен бірінші маған подписка жасап, лайк басып, комментарийде кейінірек тапсырманы орындаймыз. Ең бірінші ол психологиялық барьерден аттап өтуіміз керек. Яғни мен орысша түсінбеймін, мен білмеймін, ұялам, қысылам, қалай үйренсем болады екен, мен тілді меңгере алмаймын деген сияқты бастағы жалпы дұрыс емес ойлауды алып тастау керек. Және де орыс тілін ешқашан ұялмау керек сөйлеуден. Білмесеңіз де, тіліңіз келмесе де сөйлей беру керек. Яғни сөйлеген сайын, айтқан сөзіңізді тыңдаған сайын сіз тез жаттығасыз. Бұл ең бірінші қағида. Екінші, ол жаңағы орыс тілін, айналаңызды орыс тілімен қоршау. Яғни күнделікті орысша нәрсені тыңдау. Қалай? Ең бірінші сіз мысалы радио. Сіз құлағыңызға наушникке радио тыңдаңыз. Неге? Өйткені радиода адамдар жылдам сөйлеседі, және де шынайы сөйлеседі, тез сөйлеседі. Сондықтан бұл жерде бір сөзді түсінбесеңіз, бір сөзді міндетті түрде түсінесіз. Егер күнделікті құлағыңызға наушник салып, радио FM, Лав радио деген орысша радиолар өте көп, күнделікті жаңағы шынайы сөздерді естісеңіз, сіз тез меңгересіз. Яғни ми ол сіздің өзге тілі емес, өзінің ана тіліндей бірден қабыл. Сонымен қатар тыңдаумен қоса ол жаңағы өлең тыңдау, орысша өлең тыңдау. Ол плейлистке көптеген енді орысша әндері бар. Сүйікті әндеріңізді жүктеп алсаңыздар, және де күнделікті оны тыңдасаңыздар. Үшінші, ол орысша каналдарды қосу. Яғни жаңалық көресіз ба, сериал көресіз ба, кино көресіз ба, міндетті түрде орысша көріңіз. Әсіресе орысша кино мен сериалдарды. Өйткені сіз киноны қызығып көресіз. Орыс тілін түсінбесеңіз де кейбір сөздерін міндетті түрде сіз түсінесіз. Тыңдау арқылы және де қызығып қарағанның арқасында мынау не деді екен деген сияқты қызығушылық танытып, сіз бірден орыс тілін ести бастайсыз, меңгере бастайсыз. Яғни ән тыңдау, орысша кино көру, орысша сериал көру, ол орыс тілін меңгеруге өте жақсы септігін тигізеді. Ол 100%. Ал енді акценттен құтылу үшін сіз жаңағы орысша әнді тыңдаған кезде бірінші қайырмасынан міндетті түрде қосылып ән айтыңыз. Ол сіздің акцентіңізден құтылуға көмектеседі. Өйткені сіз автоматически жаңа әнді ұнатып, қосылып ән айтасыз да, сіз сөзге мән бермейсіз. Сөйтіп жаңағы миыңыз автоматты түрде жаңа сөзді айта бастайды. Соның арқасында сізде акцент болмайды. Сөзді тез үйренесіз. Кез келген жалпы тілді бірінші әнмен бірге үйрену өте жақсы тәсілдердің бірі. Яғни сіз күніне бір рет бір әнді қосып, оны бас аяқ жаттауға тырысыңыз. Сонда сіз әрі сүйікті әніңізді тыңдайсыз, әрі жаңа сөздерді естисіз, меңгересіз. Сонымен қатар сіз егер кино, сериалдан бөлек алғашқы сатыда мультфильм көрсеңіз де болады. Неге? Мультфильмде өткені жеңіл сөздер беріледі. Ол әрі қызық, әрі жеңіл, және де жеңіл сөздерден бастап үйренесіз. Мысалы, күніне кешке бір рет бір кинодан көріңіз. Күнде жаңағы жатарда орысша ән тыңдап ұйықтаңыз. Жұмысқа немесе сабаққа барғанға дейін радио қосып барыңыз. Ол өте жақсы әсер етеді. Неге? Өйткені күнде сіз жаңағы орысша сөздерді ести берсеңіз, сіз миыңызды, яғни айналаңызды орысшамен қамтамасыз етесіз өзіңізді. Орысша каналдар көресіз, орысша ән тыңдайсыз, орысша кино көресіз, және әр қайсынан сіз біртіндеп жаңа сөздерді меңгере бастайсыз. Яғни ми
бұл менің ана тілім емес, бұл өзге тіл деп қабылдамайды. Уже күнделікті ести бергендіктен ми оны өзімнің тілім деп меңгере бастайды. Сөйтіп сіз орыс тілін жеңіл үйренесіз. Екіншіден, ол кітап оқу. Міндетті түрде кітап оқу. Неге? Өйткені бізде есте сақтаудың қабілеті құлақ арқылы бар және көз арқылы біз не істейміз? Жаттаймыз. Яғни көздің де есте сақтау қабілеті бар. Сіз оқыған кезде жаңағы сөздерді оқи отырып, сіз миыңызға жаңа сөздерді тезірек қабылдайсыз. Және де ол жаңағы орысша оқуға плюсын тигізеді, акцентсіз оқуға, яғни тез сөйлеуге де септігін тигізеді. Жаңа сөздерді жаттауға септігін тигізеді. Міндетті түрде бір оқулықтар емес, жаңағы келесі видеоларды мен салатын болам, қызықты жаңағы жасөспірімдерге арналған жаңағыдай кітап оқулықтар, электронный вариантта оқулықтар болады, телефон арқылы оқуға болатындай. Міне сол жерде өзіңізге ұнаған цитаталарды көшіріп алыңыз. Көшіру арқылы, яғни кітаптан дәптерге көшіру арқылы да есте жаңа сөздерді жақсы сақтайсыз. Және де қалай жазылу керектігін де сіз еске сақтап аласыз. Не үшін біз мысалы мектепте кітаптан көшіріп жазыңдар дейміз, немесе мәтінді көшіріп дәптерге жазыңдар дейміз. Оның бәрі есте сақтау қабілетіне өте қатты әсер етеді. Яғни сіз жаңа сөзді көшіру арқылы миға жаттықтырасыз. Яғни мына жерде омет, емет, имет деген нәрсені сіз автоматически түрде жазған кезде не істейсіз? Жаттап аласыз. Жаңағыдай кітапты оқыған кезде, немесе кітапты таңдаған кезде өзіңізге ең басты шарт, кітап таңдаған кезде өзіңізге қызықты кітап таңдаңыз. Сол кітапты оқи отырып, ішінде өзіңізге қызықты материал, немесе өзіңізді қызықтырған нәрсені көшіріп жазыңыз. Сол нәрсені оқи беріңіз. Немесе цитаталар бар. Қазір көп қой, интернетте көптеген цитаталар бар. Сол цитаталарды не істеңіз? Көшіріп жазып алыңыздағына, оның жанына аударыңыз сол цитаталарды. Енді цитаталар оңай ғой, бар жоқ 4 қатардан берілетін оңай цитаталар бар. Сол цитаталарды сіз аударыңыз. Яғни сіз бір жағына сөздікпен жұмыс жасайсыз, бір жағына жаңа сөздерді меңгересіз, және де ұнайтын цитатаны тез жаттап аласыз. Енді бұның барлығы не үшін керек? Бұның барлығы есте тез жаңа сөздерді сақтау үшін қажет. Сонымен қоса, жаңа көптеген социальный сеттерде отырады ғой, жастар да, сіздер де, барлықтарыңызда орыс тілін жақсы меңгерудің тағы бір септігі, яғни мысалы сіз Инстаграмда отырсаңыз, көптеген орысша блогерлер бар. Сол блогерлерге подписаться етіңіз. Өйткені олар шынайы өмірін көрсетеді, шынайы сөйлеседі деген сияқты. Яғни сіз сүйікті блогеріңізді көре отыра жаңа сөздерді де не істейсіз? Меңгересіз. Және де келесі тағы бір үлкен әдістердің бірі, ол өзіңізді өзгелермен емес, өзіңізді кешегі күнмен салыстырыңыз. Яғни мысалы мектепте, немесе тағы басқа жерде сізбен бірге орыс тілін меңгеріп жатқан адам, біреуі тез меңгеру мүмкін, біреуі жай меңгереді, түсінесіз бе? Мысалы сіздер мектепке күнде бірге барып жатырған адам біреу жақсы біледі, біреу онша емес біледі, бірақ ол мен орыс тілін меңгере алмайды екенмін, анау уже біледі, мен білмеймін әлі ол нәрсені деген сөз емес. Просто адамның табиғаты, немесе жалпы адамның ми құрылысы біреу жай меңгереді, ал біреуі тез меңгереді. Сондықтан ол мен орысша үйрене алмаймын деген сөз емес. Просто сізге шамалы уақыт керек. Яғни сіз информацияны жай қорытасыз. Мысалы, анау бір күнде қорытса, сіз 2 күнде қорытасыз деген сөзді. Сол үшін ол орыс тілін меңгермеймін деген сөз емес ол.
Және де тағы да бір айтарым, ешқашанда берілмеу керек. Жаңағыда бір-екі сөзді айта алмасаңыз қойшы, орыс тілі қиын, мен үйренгім келмейді деген сөз емес. Керісінше қиын сөздерді буындап айтып көріңіз. Буындап бірінші жай айтыңыз, сосын буындап тезірек айтыңыз. Сол кезде сіз сол сөзді начинаете выговаривать, яғни сөзді уже айта бастайсыз. Және де ең басты жалпы тілді меңгеруде ол жерде ұят болмау керек, қысылмау керек. Неғұрлым сіз айта берсеңіз, жаңағы барша білген сөздеріңізді құрастырып айта берсеңіз, сіз тез жаттығасыз. Мысалы, сіз үйде жүрген кезде ойыңызда орысша сөйлесіңіз, яғни өз-өзіңізбен орысша сөйлесіңіз. Мысалы, сіз ыдыс жуып жатырсыз, үйде. Так, ыдыс жууды орысша не дейді? Я мою посуду. Көп ыдысты жуып жатырмын. Не дейтін еді? Я мою много посуды. Немесе мен шаршадым. Я так устала. Деген сияқты сіз үйде жүріп, жаңағы кейбір іс-әрекетіңізді орысша аударыңыз. Мысалы, жаңағыдай, мен қазір кино көрсем деп едім. Я сейчас хочу посмотреть кино. Немесе мен қазір ұйықтасам ба деп едім. Я хочу сейчас спать. Деген сияқты ойыңызда жаңағы іс-әрекеттеріңізді орысша аударыңыз. Сонда сіз уже мен ана сөзді білмейді екенмін, ана сөздің аудармасы қандай еді деген сияқты білмеген сөзіңізді Google'дан іздесеңіз болады. Оның барлығы жаңағыдай қатты әсер етеді орыс тілін меңгеруге. Және де ең көп тәсілдердің бірі ол практика жүзінде қолдану. Мәселен, сіз жалпы магазинге барғанда кейбір заттарды сатып алғыңыз келеді. Үйде отырып, дүкенге барған кезде қолданылатын сөздерді бір-бір қарап шығыңыз, сөйтіп сіз белгілі бір магазинге барыңыз. Үй жағыңыздағы емес, жалпы басқа жердегі бір магазинге барыңыздағыны специально орысша сөйлеңіз. Ол адам сізді танымайды, екінші мәрте сізді көрмейді. Ал сіз, жаңағы сіз орысша сөйлеңіз, біріншіден акцентпен сөйлейсіз, кейбір сөздерде қате болады. Но сіз практикада жаңа сөздерді қолданасыз. Сіз сөйлеп үйренесіз, сіз орысша араласып, уже жаңа сөздерді ішіңізден шығара бастайсыз. Мынаны бүйтіп сөйлеу керек, мынаны былай айту керек деген сияқты. Яғни шынайы өмірде орыс тілін қолдану керек. Ол өте жаңағы қатты әсер етеді меңгеруге. Сондықтан жаңа сөздерді егер меңгерсеңіз, міндетті түрде оны өмірде қолданыңыз. Немесе WhatsApp'та арнайы подружкаларыңызбен, достарыңызбен, класстастарыңызбен, неважно, чат ашыңызды. Давайте бүгін осы аптада біз орысша сөйлейік деп бастаңыз. Басында жаңағыда бір-екі қате болады. Сен бір-екі білмейтін сөздерді, анау айтқан сөздерден сен үйренесің. Басында күлкілі болады, қате болады, не дейтін еді, құрдастар болып жиналып, сондай практика жүзіне чатта, аудиозаписпен жіберіп атқанда орысша сіз өзіңіздің қалай сөйлегеніңізді аудиозаписпен тыңдайсыз. Және де құрдастардың арасында еркін сөйлеуге не істейсіз, үйренесіз. Және білмеген сөздеріңізді қасыңыздағы адамдардан не істейсіз, үйренесіз. Жалпы осылай тез меңгеруге орыс тілін болады. Ең бірінші қысылмау, орысша әндер тыңдау, орысша кино көру, орысша сериал көру, орысша жаңалықтарды көру, және де радио тыңдау, орысша кітап оқу, сүйікті цитатыларды көшіріп жазу, және де тағы да бір тәсіл бар, ол мақсат қою. Мәселен, мен январға дейін мынша сөзді үйренем. Бет алды сөздерді жаттаудың қажеті жоқ, жалпы өмірге керекті бірнеше сөздерді жаттау. Мысалы, магазинге барғанда қандай сөздер керек, танысқан кезде қандай сөздер керек,
жаңа жұмысқа тұрған кезде немесе жаңа ортаға барған кезде қандай сөздер керек, сол сөздерді жаттап міндетті түрде аудармамен дәптерге жазып қойыңыз. Сөйтіп келесі айға дейін сіз қанша сөз жаттадыңыз, өзіңізге отчет беріңіз. Сөйтіп өзіңізді кешегі аймен салыстырыңыз. Өткен айда мен мына сөздерді білген жоқпын, бұл айда мен мына сөздерді меңгердім, значит мен молодец, менде большой прогресс бар. Алға қарай осылай жылдың соңына дейін жалғастырсам, мен біраз сөздерді үйренем деген сияқты өз-өзіңізге отчет беріңіз. Осылайша сіз орыс тілін тез меңгересіз. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий басыңыз, және де ана видеоның астына тапсырманы айта кетейік. Яғни сіз өзіңіздің сүйікті орысша әншілеріңізді жаза кетіңіз, сүйікті кино, қандай кино көресіз, және сүйікті сериалдарыңыз, орысша сериалдарыңыз көретін, соларды жаза кетіңіз. Мүмкін бір-біріңіздермен жаңағы сізден кейін жазған комментарийді жазған адам сіздікін оқып, мынандай кинолар бар екен ғой, мына киноны мен де көрсем болады екен ғой деп сіздің жазғаныңызды келесі біреу өзіне пайдасына алады деген ойдамын. Келесі видеоларда мен электронный қандай кітаптар бар екен, және де учим русский язык с помощью песни деген бөлек видео түсірем. Яғни орысша әндерді қазақша аудармасымен аударып, бірге не істейміз, әндетеміз. Сондықтан менің келесі видеоларымда міндетті түрде көр, орыс тілін жылдың соңына дейін бірге меңгерейік. Егер менің видеом ұнаса, сіздерге көмек тигізсе, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер.